үйрететін боламын. Ол үшін менің батырмасын басамыз. Менің батырмасын басқаннан кейін мына жазуды басамыз. Міне осы жазуды жазғаннан кейін мында сізге картаңызды енгіз деп тұр. Яғни 16 санды жазамыз. Осыны жазғаннан кейін қызыл батырманы басып ары қарай жалғастырамыз. Міне мында бірінші бөлігі өзіңіздің атыңызды жазасыз. Карточкада қалай жазылған. Одан кейін келесі срок годности. Қай жылға дейін жарамды екенін жазасыз. Міне одан кейін артындағы 3 санды жазасыз. Кодын. Одан кейін қызыл батырманы бастық. Мұнда сіздерде 6 сан жазуларыңыз керек. Бұл санды сіздер өздеріңіз жазасыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін өзіңіздің айыңыз, жылыңыз, күніңізді жазсаңыз да болады. Міне жаздық. Жазғаннан кейін өзіміздің картамыз мұнда сақталды. Міне мына 3-ші жазуды басқан кезде міне тіркелген картамыз шығып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.